Келесі 11-ші есепке көшейік. Бұл жерде теңсіздікті шығару керек. Ол үшін бұл бөлшектік теңсіздік болып тұр ғой, иә? Давайте бөлімінен құтылайық. Барлығын 20-ға көбейтіп жіберемін. Сонда мынаған нешеден келеді? 10-нан келеді, мынаған 5-тен келеді. Тура жаңағы теңдеуді шығарған сияқты. Мына жерде 3 көбейту 5, 17 дей жіберейікші. 5-тен 17. Бұған 4-тен келеді. Мынаған 4-тен келеді. Енді қараңыз. Мына жер 30х болады. Мына 5-ті көбейтетінге жақша қабылдаңыз. Неге? Өйткені бұл жерде таңбадан қателесіп кету ықтималдығы бар. 4-ке 17-ні көбейтсем 68 болады мына жер. Мына жер 28х болады. Енді х-терді не істейміз? Мына жақшаны ашып алайын бірінші. Минус 15х плюс 25. Кіші 68 плюс 28х болады. Х-терді бір жаққа жинаймын. Мына 15х болып кетсін. Азайту 28х болады мына жер. Кіші 68 азайту 25. Болады минус 13х болады мынау. Мына жерде минус емес, плюс 43 болады. Енді қараңыздар, бізде мынандай теңсіздіктен минусқа бөлетін болсақ, иә, мынандай. Онда бұл теңсіздіктің таңбасы ауысып кетеді. Минус 13-тен 43. Х үлкен минус 13-тен 43 деген жауап. Алан үй тапсырмасы бойынша көбейту есептерін шығарып жатыр дейді. Ол төменде көрсетілгенде екі есепті қате шығарды. Егер 174 көбейту 2 амалын шешу алдыңғы стратегияны пайдаланып дәл сондай қателік жасаса, оның жауабы қандай болады дейді. Так, бұл қателік қандай жасап жатыр? 3-ке 3-ті көбейтті 9, 4-ке 3-ті көбейтті 12, 3-ке 1, яғни ойда қалдырмады ғой. 16, 1, 2, яғни қалай көбейтеді, солай шығара берді. Ойда сан қалдырмады. Қателігі сол болып тұр. Тура сол қателік дегенде сол формуламен шығарамыз. 2-ні 4-ке көбейтем 8, мына 14 болса, мен ойда қалдырмаймын да 14 деп жазамын. 2-ке 1-ді көбейтем 2. Сонда 2148 шығу керек. 25 пен 109 арасында 3-ке қалдықсыз бөлінетін қанша бүтін сан бар дейді. Бірінші алғашқы бүтін сан ол 27 ғой. Ал ең соңғысы 108, иә. Мынандай әдісті қолданамыз, Гаусс әдісінде біз тізбектің санын анықтау үшін ең соңғысынан яғни біріншісі басталады 27-тен болып тұр бізде. 27, 30 деп кете береді ғой. Сөйтіп ең соңғысы 108 болып тұр да. Енді осы 3-ке бөлінетін осы жерде қанша сан бар екенін табу үшін азайтамын да 3-ке бөлемін, еще плюс 1 болсын. Азайтсақ 81, 3-ке бөлсек 27, барлығы сонда 28 сан бар екен. Тізбекте қанша сан бар анықтайтын осы формула. Яғни ең соңғысынан алғашқысын аламын да, оны қадамына бөлем. Қадамы деген бізде 3-ке өсіп жатыр ғой өйткені. Сосын 1 қосам. 14 және 15 сұрақтар жауап беру үшін төмендегі ақпаратты пайдаланыңыз дейді. Бірінші суретте көрсетілген кірпіштің табаны шаршы тәрізді. Шаршы екен, биіктігі h дейді. Осы кірпіштер екінші суретте көрсетілгендей А және Б мұнараларын құрастыру үшін қолданылды. Үшінші суретте А-ның биіктігі 58, ал Б-ның биіктігі 94 сантиметр екен. Енді кірпіштің h мәнін табыңыз дейді. Бұл есепті шығару үшін біз мынандай нені жасаймыз, яғни өрнектейміз. Мысалы, мынау h-ты h бола берсін бе, әлде x, y деген ыңғайлы ма? X, y деген ыңғайлы сияқты, иә? Табаны енді А болсын, А дегенді біз X деп алайық, H-ты Y деп алайық. Сонда қараңыз. Мынау А деген квадрат болып тұрған, ол X, мынау Y. Сонда біз 58 деген не дейтін болсақ, ол X қосылған 2Y тең 58 деген сөз. Одан кейін мына жерде ше, мынау Y, мынау Y, мынау X, мынау X, мынау Y. Бұл жерде не болады? Уже 2X қосылған 3Y болады да, тең 94 сантиметр болады. Енді ары қарай осы теңдеулер жүйесін шығарамыз. Енді мынаны үстіндегісін 2-ке көбейтіп жіберейін барлығын. Сонда не болады? 2x қосылған 4y тең 2-ге көбейтсек 116. Мына жерде ештеңе тиіспейміз. 94, енді азайта салам. X пен X жойылады. 4-тен 3-ті азайтсам 1y болады. 116-тан 94-ті алсам 22 болады. Енді қараңыз, бұл жерде y деген h-тың мәні 22 сантиметр екен. Болды, таптық. Енді бір кірпіштің көлемін анықтаңыз дейді. Көлемін анықтау үшін мынандай ғой, табаны квадрат екен. Соны биіктігіне h-қа көбейтем. А көбейту h қой. Менде яғни x көбейтілген y деген сөз. Біздегі А-ның мәні, оны да тауып алу керек. Біз y 22 екен таптық, мына жерге қойып жіберейін. X қосылған 2 көбейтілген 22 тең 58, е? Тең 58-ден 44-ті алып тастаймын.
сонда x тең 14 болады екен. Демек, біз оның көлемін табу үшін v тең a көбейту h қой. Сонда 14 көбейту 14 көбейту 22. 14-ке 14 196, 196-ны 22-ге көбейтсем, неше шығады? Так, 12 бір ойда, 18, 19 ойдағымен бір ойда, 2 ойдағымен 3. Мына жерде де тура сондай сан шығады. Мынау 2, 1, 12 ойдағымен 13, мынау 4. 4312 сантиметр куб шығады екен. Келесі. Төменде суретте 10 текшеден құрастырылған біртұтас фигура көрсетілген. Кейін фигураның барлық беттері қызыл түске боялды. 3 беті ғана боялған текше санын анықтаңыз. 3 беті боялу үшін оның 3 жағы жабық тұру керек. Мысалы, мынаның 1, 2, 3 и және асты да бар. Мынаның да тура сондай. Ол үшін ол ең бұрышында тұру керек және асты жабық тұру керек. Мысалы, мынаның 3 жағы боялған. Келісеміз ғой? Мынаның 4 жағы боялған. Мынау, сосын арты бар. Мынаның 4 жағы. Мынаның 1, 2, 4 жағы тоже. Енді осының астындағысын қарайтын болсақ, мына жағы бар, иә? Потом оның сол жағы бар. Яғни мынаның астындағысын айтып отырмын. Түсініп тұрсыздар ғой, иә? Төбесі жабық, мына жағы жабық, асты жабық. Қалған жерлері ашық. Сонда 2 не бар екен ғой? 2 текше, оның 3 жағы бізде ашық, 3 жағы жабық. Енді мұнда 3 бұрыш деген оны кубта емес, 4 бұрыш деген квадратта емес дейді. Демек, а тең 2-нің квадратына. Сонда а тең неше? 4. Б тең 1-дің кубтаймыз. 1-дің кубы. Ол 1. Енді аны тауып алдық, бұны тауып алдық. Не істеу керек? Енді аны кубтаймыз. Мына жерде 4-тің кубы дейік, қосу 2-нің квадраты. Азайту 3-тің кубы, қосу 1-дің квадраты. Енді осыны есептеу керек. Мына жерде квадратына минустың қатысы жоқ кубқа. Сонда мынау 64, қосу 4, азайту 27, қосу 1. 68, 68-ден 27, 41, 41-ге 1-ді қоссақ, 42 шығады екен. Сонда а жол болады. Бұл 17, 18. А, Б, С әріптерінен құралған. Тізбектің алғашқы 15 әріп көрсеткен. Егер тізбекте А әріпі 137 рет кездесетін болса, онда осы тізбектегі әріптердің максималды саны қанша болуы мүмкін? Енді бұл жерде бүйтіп қараймыз. А баса деген бір сөз қайталанып жатыр, қайта-қайта. А баса деген сөз қайталанып жатыр. Бір сөздің ішінде А неше рет кездесіп тұр бізде? 3 рет кездесіп тұр, Демек, 137-ні 3-ке бөлейін. 3-ке бөлем. Так. Сонда қараңыздар. Ол абаса сөзі неше рет кездесетін біз сол арқылы табамыз ғой. Өйткені мынаның ішінде 3 рет келіп тұр. 137-ні 3-ке бөлетін болса 4-тен берем, 12, азайтам 1, 17, потом 5-тен берем, 15. Сонда мына жақта неше қалды? 2 қалды. Енді қараңыз. Абаса болып тұр да. Келесі тағы 2 А әріпі болу керек. Сонда А болады, Б болады, А болады ғой. Келесі және сынына қосамыз. Неге осы жерде мен сынны қостым? Дейтін болсақ, максималды дейді, яғни ең көбі. Ол сыны қоссам да болады, қоспасам да болады. Өйткені ол А-ның санына әсер етіп тұрған жоқ. Енді абаса менде 45 рет кездеседі екен. 45 рет. Демек, аламда 45-ті көбейтем мен неше әріп абасаның ішінде? 5 әріп. 5-ке көбейтем. Сосын оған 4-ті қосам ғой. Мұнда 225 болады, 229. Ең максималды сан. Суретте көрсетілгенде Руслан А және Б таяқшаларының биіктіктері бірдей болатындай етіп, жерге қақты. А-ның 3-тен 1-ін, Б-ның 8-ден 1-ін жер астында. Жер астындағы А-ның ұзындығы Б-ның ұзындығынан 30 сантиметр артық дейді. А және Б таяқшаларының жалпы ұзындығы қанша? Енді қараңыздар, бұндай есептерде андай шатастырады да, оқысаңыз бірден түсінбеуіңіз мүмкін. Сондықтан бүйтеміз. А-ның 3-тен 1-і, Б-ның 8-ден 1-і жердің астында, Бірақ оның өзінде де мынандай бір не құрсақ болады. А-ның ұзындығы X болсын, Б-ның ұзындығы Y болсын. Екеуінің айырмашылығы қанша? 30 сантиметр. Келісесіз ғой? Енді айтады, X-тің 3-тен 1-інің өзі бар ғой, мына жер. Сұрақ сізге. Мынадан қаншаға көп? Ол да 30-ға көп қой. Сонда 3-тен 1 X азайту 8-ден 1 Y неше болады тоже? 30 болады. Енді осыны қалай шығарамыз? Енді мына жерде 3-ке көбейтіп жіберсек болады. 3-ке көбейтіп жіберейік. Сонда мына X, Y тиіспейміз. Мына жерде X болып кетеді, мынау 8-ден 3 Y болып кетеді.
үшке көбейтіп жатырмын ғой әрқайсысын әрбір мүшесін. Теңдеулер жүйесінде сондай техниканы қолдануға болады. Енді азайтамын. X пен X десе кетеді, жойылып кетеді. Мынау плюс болып кетеді да, минус 8-ден 5 Y болып кетеді. 8-ден 5 қалай шықты? Өйткені қараңыз, минус Y плюс 8-ден 3 Y қой. Мынаның алдында көрінбейтін 1 бар. 1 мен 8-ден 3, минус 1 плюс 8-ден 3 болса, ол минус 8-ден 5 болады. Енді бұл неге тең бізде? Минус 60-қа тең. Енді 60-ты аламын да, Y табу үшін. Енді минустарын кеттіріп жіберемін, 8-ден 5-ке бөлемін. Y тең 12, 12-ні 8-ге түсек 96 болады екен. Бізде мынау 96-ға тең, а мынау 126-ға тең. Сұрақ қандай? Екеуінің қосындысын сұрап жатыр, иә? 222 болады екен сонда. Түсінікті? Асылбек А нүктесінен Б нүктесіне қарай 10 км сағат жылдамдықпен жүрді. 2 сағаттан кейін Марат А нүктесінен Б нүктесіне қарай 15 км сағат жылдамдықпен жүрді. Егер А мен Б нүктелерінің арасы 75 км болса, Марат Асылбектің неше сағатта қуып жетеді дейді. Так, А нүктесі бар, Б нүктесі бар. Асылбек былай кетті. Асылбектің жылдамдығы қанша? 10 км сағат. Так, Ф Асылбек 10 км сағат. 2 сағаттан кейін Марат А нүктесінен Б нүктесіне қарай 15 км сағатпен Марат шықты. Бұл Марат шыққан кезде екеуінің арасы қанша болды? Ол 2 сағат жүріп үлгерді ғой. Получается, Асылбек мына жерде болған кезде бұлардың арасы бізде 2 сағатта ол 10 км сағат жылдамдықпен 20 км-ге алыстап үлгереді, дұрыс па? Енді сұрақ неше А мен Б нүктелерінің арасы? Мынау негізі артық ақпарат сияқты. Не істейміз енді? Қараңыздар, уақытын табу керек қой бізге. Қуып жету уақытын табу үшін екеуінің арақашықтығын V1 азайту V2-ге бөлу. Неге азайттым? Өйткені бұл бір бағыттағы қозғалыс. Сонда Т тең екеуінің арасында қашықтық қанша болды жаңа алыста кеткен кезде? 20 км болды, иә? 2 сағаттан кейін шықты да, сол арқылы тауып алдық біз. Сонда 20-ны аламын да екеуінің жылдамдықтарын айырмасына бөлемін. 15-тен 10-ды азайтсам 5. Бұл 4 сағатта қуып жетеді екен. 4 сағатта қуып жетеді. Сұрақ, есептің жауабы 4. 75 километрді мен түсінбедім, шынымды айтсам, не үшін берген? Типа андай, Б нүктесіне дейін жете ма, жетпей ма деген сияқты әңгіме шығар мүмкін. Жеткенше қуып жете ма, әлде жетпей ма деп.